Лука жазған ізгі хабар Жақия пайғамбар мен Назареттік Исаның дүниеге келуі туралы баяндамалардан басталған еді. Ал ізгі хабардың келесі бөлімінде Лука уақытты алға жылжытады. Жақия енді пайғамбар ретінде Иордан өзенінің жағасында бір жаңару қозғалысын басқарады. Сол жерге Израиль халқының көбі, жарлылар мен байларды, салықшылар және тіпті жасақшылар да суға шомылдыру рәсімінен өтуге келе жатыр. Мұнда не болып жатыр? Бұл адамдардың бәрі өздерін жаңа өмір салтына бағыштап жатыр. Өзенге батып шомылу арқылы ма? Баяғыда Израиль халқы сол жерді мұра етіп алу үшін Иордан өзенін кесіп өткенде Құдай оларға мына жауапкершілікті тапсырған еді. Олар жалғыз оған ғана қызмет етуге, маңайындағы адамдарды сүюге және бірігіп әділдікке ұмтылуға шақырылды. Ал көне келісімдегі әңгімелерден халықтың мұны көбіне орындамағандары туралы оқып білеміз. Иә, солай. Сондықтан да Жақия Израиль халқын рухани өмірін қайтадан бастау үшін тағы да өзеннен өтіп, Құдайына бағышталып шығып, Құдайдың жақында істейтін жаңа ісіне дайын болуға шақырады. Міне дәл осы жаңару қозғалысы кезінде Иса алғаш рет пайда болды. Жақия Исаны шомылдыру рәсімінен өткізгенде, аспан ашылып көктен мынадай дауыс естілді. Сен менің сүйікті рухани ұлымсың, саған толық ризамын. Мұндағы Құдайдың сөздері көне келісім жазбаларының жаңғырықтарына толы. Бұл бірінші жол Забурдағы екінші жырдан алынған. Онда Құдай Иерусалимде билік жүргізіп, халықтар арасындағы зұлымдыққа қарсы шығатын патшаның келетіні жайлы уәде еткен. Ал содан кейінгі жол Ишая пайғамбардың жазбасынан алынған әрі Мәсіхке қатысты. Ол Құдайдың қызметшісі болып, Израильдің игілігі үшін азап шегіп, өмірін құрбан ететін болады. Осыдан кейін Иса айдалаға барып, онда 40 күн бойы ораза ұстады. Меніңше бұл тым оғаш нәрсе. Осы оқиға арқылы Иса Израиль халқының айдалада 40 жыл бойы көшіп қонып жүрген сапарын қайталады. Сонда олар Құдай иелеріне қарсы бас көтеріп сенім артпаған еді. Бірақ Иса азғырылуға қарсы тұрып, Құдайға сенім арту арқылы жеңіске жетті. Осылайша бұл оқиғада Иса Израильдің құтқарылу тарихын алға жылжытатын адам ретінде сипатталады. Айдаладағы сынақтан өткен Иса Галилея аймағына, туған қаласы Назаретке қайтып келеді. Мәжілісханада Исаны көне келісім жазбаларынан оқып беруге шақырады. Иса Ишая пайғамбардың шиыршық кітабын ашып, жамағатқа мына үзіндіні оқып берді. Маған жаратқан ие өзінің рухын қондырды. Ол мені жарлыларға ізгі хабар жеткізуге тағайындады. Неге жарлыларға? Өйткені Израильдің мәдениетінде жарлы болу тек ақшаға байланысты емес еді. Жарлы болу көбіне адамның қоғамдағы төменгі дәрежесі туралы сипаттады. Әйелдер, балалар және науқастар шеттетілген болатын. Бір таңғаларлығы бұл салық жинаушылар сияқты бай адамдарды да қамтуы мүмкін еді. Олар да қоғамда шетке қағылған адамдар болып саналды. Сондықтан Иса оларға көңіл бөлді. Сонымен Иса оқуын былай деп жалғастырды. Жаратқан ие мені тұтқындарға босатылуды жар салуға, езілгендерді қанаудан азат етуге және өзінің кешірім беретін жылын жариялауға жіберді. Азат ету Иса үшін үлкен мақсат болған сияқты. Иә, Иса адамдарды ауруларынан, кінәлары мен масқараларынан азат етумен болды. Оларды Құдайдың жаңа патшалығына кірулері үшін азат етті. Иса осы патшалықты өзі орнататыны туралы айтты. Содан кейін Иса мақсатын орындауда өзіне көмектесу үшін барлық шәкірттерінің арасынан 12 адамды жетекші етіп тағайындады. Айтпақшы, 12 саны Израильдің 12 руына меңзеу үшін әдейі қолданылған белгі. Бірақ сол көмекшілер әртүрлі 12 жігіт. Біреуі балықшы, тағы біреуі римдік басқыншылар үшін салық жинаған. Ал енді бірі римдік басқыншыларға қарсы соғысқан діншіл көтерілісші. Бұл жігіттердің өзара тату болуы мүмкін емес қой. Иә, Иса шеттетілген әрі бір-біріне қас дұшпан болып келген адамдарды әдейі жинап алды. Алайда олар Құдайдың патшалығында татуласып, бірлікте өмір сүруге шақырылды. Исаға еріп жүру дүниедегі жаңа тәртіпке мойынсынуды білдірді. Сонымен Иса тәлім беруін жалғастырып былай деді: жарлылар, сендер бақыттысыңдар. Құдайдың патшалығы сендерге арналған. Қазір қайғырып жылағандар, сендер бақыттысыңдар. Себебі қуана күлетін боласыңдар. Адамдар маған бола сендерді жек көрсе, бақыттысыңдар. Иса шәкірттеріне тіпті жауларын да сүю керектігі жайлы айтты. Өздеріне ұнамайтын адамдарға да шын жүректен жомарттық танытып, кешіру және мейірімділік көрсету туралы ескертті. Бұл мүлде ерекше өмір салты. Ал Иса мұның бәрі жайлы тек үйретіп қана қойған жоқ, сонымен бірге өзінің осы жолда бастаушы болатын туралы да уәде берді. Иса ерекше жомарттық танытып, жауларын кешіретін және ең ұлы құрбандық жасап, өз өмірін өлімге қию арқылы жауларын сүйетінін көрсететін болды. Лука жазған ізгі хабардың осы бөлімдегі соңғы оқиға таңғаларлық. Иса шәкірттерінің үшеуін ертіп алып тауға шықты. Жарқыраған бұлттан Құдайдың салтанатты ұлығы көрінді де, кенет Исаның бет әлпеті өзгерді. Сонда тағы екі пайғамбар пайда болды, Мұса мен Ілияс.
Иә, олар бір таудың басында Құдайдың салтанатты ұлылығын көрген ежелгі пайғамбарлар. Сонда Құдай бұлт арасынан тіл қатып, бұл менің рухани ұлым, оны тыңдаңдар деді. Луқа бізге Исаның ең ұлы пайғамбар екенін көрсетті. Иса Құдайдың Израильге арнаған сөзі. Үшеуі Исаның Иерусалимге барғанда не істейтіні туралы сөйлесті. Ол не істемекші? Иса елдің астанасына барып, Израильдің шынайы патшасы ретінде тағайындалмақ. Бірақ бұл ешкім күтпеген жолмен болады. Осымен Исаның Галилеядағы қызметі аяқталып келеді. Луқа жазған ізгі хабардың келесі бөлімі Исаның Иерусалимге баратын ұзақ сапарымен басталады.